Алма ағашы биыл 22 жыл жақсы өнім беріп жатыр. Бір бұтағының өзінде қаншама алма. Бұл алма өзі жылда салады. Күздік алма ғой. Түбін суғарып жатырмыз. Жиі суғарып тұру керек. Өте көп су ішеді. Түбі борпылдақ па білмеймін. Тоже алма ағашы. Кішкентай, но бір шелекте өнім беріп тұр. Көп болды суғармағанына бұл ағаштың да. Жақсылап шу ішіп ал. Сосын қалған ағаштарды суғарамыз. Мына ағаштар да жақсы өнім салған. Жақындап көрсетем. Ой, су жетпей жатыр. Суды жеткізіп былай суара салайын. Шланга жетпей жатыр да. Түбіне емес, шет-шеттеріне құю керек. Ата түбі қазылып кетеді. Мына түт ағашы өте жақсы көлеңке береді. Былтыр жақсы салған екен, биыл дұрыс салмады. Биыл демалып жатыр. Арасында жерлерді суғарып қоямыз. Ақындасын. Енді сарай жақтар. Келесі ағашқа шланга жетем екен. Ой, ё-моё, түсім су болды. Мына ағашқа шланга жетпей тұр. Ол да өте күшті салған. Жақындап көреміз. Ух ты! Қандай күшті алма. Майда алма, қызыл. Қысқа баняға отын дайыным. Той болып жатыр бір жерде. Бар аспанда екі жұлдыз көктегі. Мына кішкентай алма ағашы көлеңкеден өспей тұр. Бұны орнына ауыстыру керек. Жай көлеңке үшін егілген ағаш. Алма ағашы. Майда гүлдер. Қораз гүл дейтін еді қоя баяғыда. Біреуі өсіп тұр. Сары гүлдер. Роза гүлдер.
керек. Ә? Кеше бақана келді ғой тағдарбыз. Екі дамыз. Ну, слива. Ана бір қауын әкелген еді, қауын тәтті. Алайын ба свежий дарбыз? Жоқ, кет қалды ғой. Аламыз ғой. Кеше әкелдім. Слива. Машина. Düzüm ağaçı.